Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнамға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай наны қатарлақ болып, тартымды болып пісетін кесе самса пісіретін боламыз. Осындай ерекше тамақ пісіріп, үйіңіздегі адамдарды таң қалдырыңыздар. Өзімізге қатты ұнады. Балдарымызды ештеңкесін қалдырмай жеп қойды. Көріп тұрғандарыңыздай еті де бәрі жұмсақ болып, керемет болып піседі. Сіздерге кеңес беремін. Мені арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ал онда бастайық. Бізге осындай көкөністер керек. Алдымен үй бөлме температурасындағы сары майымызды алып, онымен араластырамыз. Үйіңіздегі адамдар санына қарай жобалай істеуге болады. Менде бұл жерде қазір 200 грамм сары май. Сары майға ұнымыз салып, песочный қамыр істеп аламыз. Осы араластырып сары майымызбен оның үстіне қаймағымызды, 2 жұмыртқамызды салып, азырақ тұз салып араластыратын боламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып шығады. Бұның құрамында көптеу сары май болғаннан кейін қамырымыз қолға жабыспайды мүлде. Қалғандары видеода толық көрсетілген, қалай жасағандарым, не істегендерім. Сіздермен болған Гүлбахар.